Велосипедші 5 метр секунд жылдамдықпен қозғалысын бастайды да 0,5 метр секунд квадрат үдеумен қозғала отырып 0,5 минут ішінде қанша жол жүреді? Қанша жол жүретінін сұрап тұр. Енді бұл жақта айналдыратын сан 0,5 минут дегеніміз ол 30 секунд. Енді формула бойынша қозғалысын бастайды. Яғни бұл бізде V0. V0 t плюс at квадрат бөлінген 2. Мына формулаға саламыз. Так, енді S тең V0 деп отқанымыз 5 метр секунд, уақыт 30 секунд қосамыз. A 0,5 көбейтілген уақыт 30 секундтың квадраты 900 бөлінген 2. 900 бен мынау қысқарып кетеді. 450. Қазір біз бұларда калькуляторға салып жіберсек тез-тез. Так, мынаны тоже екеуі қысқарып кетеді. 225. Так, сонда 225-ке қосамыз 150-ді, сонда 375 метр деген жауап шығады екен. Бізде бұл С жауабында тұр. Келесі, санақ жүйесінің құраушыларының бірі. Яғни санақ жүйесі дегеніміз не? Санақ жүйесі бұл қозғалысты сипаттау үшін қолданылатын кеңістік пен уақытты өлшеу жүйесі. Яғни қарапайым тілмен айтсақ, бір дененің қозғалысын анықтау үшін ол қай жерден басталады, қайда барады, және қанша уақытта жетеді. Уақытта жететінін біз білуіміз керек. Яғни, санақ жүйесінің негізін құраушылар ол координаттар жүйесі, яғни өстер. Яғни, мынандай бір өс 0-ден басталады. Минус сандар, мына жақта плюс сандар, өздерің білесіңдер. Сондықтан кейін уақытты есептейтін құралдар. Ол әрине міндетті құраушы. Яғни, онсыз қозғалыс сипатталмайды. Ал мына жақтағы үдеу, ол бұл қозғалыстың бір түрі, бірақ санақ жүйесінің бөлігі емес. Ал жылдамдық дененің қозғалысының сипаттамасы. Бірақ оны санақ жүйесі көмегімен есептейді, бірақ ол өзі құрал емес. Ал орын ауыстыру бізде қозғалыс нәтижесінде туындайды, бірақ өзі бастапқы құрамдас емес. Сол үшін бізде уақытты есептейтін құрал. Келесі бізде материалдық нүктенің қозғалысы берілген санақ жүйесінде Y осындай X мынандай теңдеулері сипатталады. Қозғалысын жылдамдығын сұрап тұр. Яғни, естеріңде болсын, бізде мысалы S тең VT деген формула бар ғой. Осы жақтан біз мысалы V-ны табатын болсақ, S бөлінген T. Кез келген уақытқа бөлінген шама, мысалы S бізде уақытқа бөлініп тұр ғой, значит, оның туындысы жылдамдықты береді мынаны. Мысалы, I тең QT деген формула бар. Бұл да уақытқа бөлініп тұр. Яғни, не түсінеміз? Значит, біз I-дан туынды алсақ, заряд шығады деген сөз. Осылай, уақытқа бөлініп тұрған нәрселер осындай болады. Мысалы, екі қана табайық магнетизмдегі. Дельта F бөлінген дельта T. Енді қараңдар, не көріп тұрмыз? Мына жақтан байқаймыз, егер екі-дан туынды алсақ, магнит ағыны шығады. Міне осындай заңдылық. Яғни біз жылдамдықты табу үшін жолдан не алу керекпіз? Туынды. Мынау бізде оның теңдеуі жолдың. Болды. Онда Y-тен туынды аламыз. Ол бізде жылдамдықты береді. Ол тең болады. 1 0 болып кетеді, анау 1 болып қалады. Екінші X-тен туынды аламыз. 2 0 болып кетеді.
ал т ол 1 болып қалады. Енді қозғалыстың жылдамдығын табу үшін vy квадрат қосылған vx квадрат. Енді 1-дің квадратына қосамыз 1-дің квадратын, түбір асты 2 деген жауапты алады екенбіз. Автомобиль үдемелі қозғалып 5 секунд ішінде жылдамдығын 10 метр секундтан 15 метр секундқа дейін өзгерті автомобильдің алатын үдеуі дейді. Бұл қарапайым үдеудің формуласы дельта v бөлінген дельта т. Яғни 15 азайтылған 10 бөлінген 5. Жауабы 1 шығады. Так, бізде 5-ші есеп. Егер автомобиль бір жерден бір бағытта жолға шығады, екінші автомобиль бірінші автомобильден 20 секундқа кеш шығады деген екен. Яғни бізде екі автомобильде бірдей 0,4 үдеумен қозғалады. Бірінші автомобильдің қозғалысы басталғаннан кейін олардың арақашықтығы 240 болатын уақыт дейді. Яғни бізде былай екен, S1, яғни бірінші автомобиль ерте шығып кетті, одан екіншісін азайтқан кезде бізде 240 шығу керек екен есептің шарты бойынша. Енді S-терді жеке-жеке ашып шығамыз. Бізде S1 деп отқанымыз не ол? S1 деп отқанымыз AT квадрат бөлінген 2. Бұл кәдімгі өзінің Т уақытымен жолға шығып кеткен машина. Сол үшін біз S1-ді AT квадрат бөлінген 2 деп ашады екенбіз. Одан азайтамыз S2-ні. Ал S2 деп отқанымыз не? Ол тоже А, бірақ Т квадратын орнына біз Т минус 20 квадрат бөлінген 2 деп аламыз. Неге? Өйткені бұларда бұл 20 секундқа кеш шықты. Сол үшін жалпы уақыттан 20 секундта алып тастаймыз. Бар жоғы осы. А, Т минус 20 бөлінген 2 тең 240. Енді есепті жай ғана есептеп жіберсек болғаны. Бұл жақта А деп отқанымыз 0,4, 0,4, Т квадрат минус 0,4. Так, мынаның квадраты бар. Бұны ашатын болсақ қазір Т квадрат минус 40Т плюс 400 тең 480. Мына екілер мынаған көбейтіліп кете салды. Енді 0,4 Т квадрат минус 0,4 жақшаны ашып шығамыз. Плюс 0,4 40-та көбейтетін болсақ 16 минус 0,4-ті біз 400-ге көбейтетін болсақ 160 болады. Плюс минус 160 тең 480. Енді 16-нан қасында Т бар. Енді мына екеуі өзара қысқарып кетеді. Мына жақта 16 Т қалады. Тең 160 мына жаққа қарай ол плюс болып өткен кезде 640 болып өтеді екен. Т тең болады. 640-ті енді мен қазір 16-ға бөлемін. 40 секунд. Дұрыс жауабы менде С вариантында тұр екен. Жер күннің айналасында 30 км секунд орташа жылдамдықпен қозғалады. Жердің 1 сағат ішінде өз орбитасы бойымен жүретін жолы дейді. Яғни бұл кәдімгі қарапайым оңай есеп. 30 км секунд, яғни ол 30 мың метр секундқа тең. Ал 1 сағатта бізде білеміз 3600 секунд бар. Яғни оның просто жүрген жолын табу керек. S тең V Т. Енді мынаның повторын сендер көрмейтін шығарсыңдар деген ойдамын. Енді мынаны білмесеңдер, физиканы таңдамай қоя салыңдар. Басқа пән таңдай беріңдер одан да. Так, қазір мына екеуін калькуляторға салып тез көбейте салайық. Мен мысалы бізде 108 миллион деген шықты метр. Яғни ол бізде 108 мың километр. Б жауабы болады.
Келесі бізде бір санақ жүйесіне екінші санақ жүйесіне көшкенде өзгермей қалатын физикалық шамалар. Так, бізде бұл жақта С жауабы инвариантты шамалар болады екен. Қысқаша айтқанда бізде инвариантты шамалар деген координаталық жүйе өзгерген кезде мәні өзгермей қалатын физикалық шамалар. Ол мысалы масса, уақыт, кейде, уақыт емес, енді прям уақыт аралығы, дельта Т деп айтсам болады. Кейде енді заряд. Ал қалған жауаптар неге дұрыс емес? Мысалы қараңдар, скаляр шамалар ол бізде бір бағытта ғана өлшенеді, кейін бірақ барлық скалярлар инвариантты емес. Мысалы температура ол температура өзгермейді, ал кейбір шамалары олардың өзгереді екен. Вариантты шамалар бұлар керісінше өзгеретін шамалар, ал инерциялық шамалар бұлар нақты физикалық термин емес, негізі бұл андай жақта қолданатындай инерциялық шама дейтін ондай жоқ физикада. Просто шатастыру үшін сендерге беріп қойған. Енді осы қалай тағы айтсам болады. Мысалы, өзгеріп кететін шамаларға айтып кетейін енді. Олар мысалы жылдамдық, үдеу, импульс, кинетикалық энергия болады мысалы. Мысалы, олар обязательно өзгереді. Неге потенциалдық энергия емес? Мысалы, ол просто биіктікке қарай тұра береді өзгермей. Ал мыналар бұл всегда қимыл қозғалыс қажет деген секілді. Мысалы, уақыт. Бірақ Эйнштейннің салыстырмалы теориясында қарастырылса, яғни сол кездегі уақытты жатқызуға болады. Еркін түскен дененің қозғалысының түрі. Яғни еркін түсу дегеніміз не? Ол денеге ауырлық күші әсер етіп, басқа күштер ескерілмейтін қозғалыс. Яғни оның бағыты әрдайым төмен болады. Үдеуі ол G болады. Одан кейін жылдамдығы бастап ол кейін бір қалыпты емес, үдемелі қозғалады. Яғни біздің жағдайда варианттардан алғашқы үшеуі кірмейді. Біздің жағдайда Д жауабы кіреді. Түзу сызықты тең айнымалы. Себебі үдеу тұрақты, бағыты түзу. Яғни бұл кәдімгі классикалық тең айнымалы қозғалысқа жатады екен. Яғни қалған жауаптар бізде келмейді, өйткені тәуелсіз қозғалыс деген ол вообще физикада бұндай қозғалыстың түрі жоқ. Айнымалы қозғалыс тоже емес. Одан кейін бұрыш жасап лақтыратын қозғалыс ол парабола, ол вообще еркін түсу үдеуі емес. 9. Доп жерден 5 метр биіктіктен төмен құлады. Доптың жерге түсу жылдамдығы. Бізге тек мынаны ғана беріп қойған екен. Сонда біздің қолданатын бір формула бар. H тең V квадрат бөлінген 2G. Формула естеріңде болса. Егер бұл формула бастапқы жылдамдық 0-ге тең болған кезде ғана қолданасыңдар. Енді біздің жағдайда биіктен төмен құлады. Енді биіктен ол просто төмен құлаған, бастапқы жылдамдық әрине 0 болған. Осы формулаға салатын болсақ, просто V-ны табайық. 2GH түбір асты. 2 көбейтілген 10. 10 деп ала берейік, өйткені мұнда бүтін сандар. 5-ке тең. Түбір асты. 100 болады, 100-ден 10 деген жауап шығады екен. Бізде ол А жауабына сәйкес келеді. 10. Жылжымайтын блокты пайдаланып күштен ұтыс алуға болмайды. Жылжымайтын блоктан ұтыс алуға әрине болмайды. Бізде қарапайым, егер жылжитын блок болса, оны тартқан кезде ол да төбеге қарай көтеріле береді. Ол осының арқасында бізде күштен 2 есе ұтыс береді екен. Ал енді жылжымайтын блокта бұл осылай тұрады. Ол тек бағытын ғана өзгертеді. Яғни бізде жүкті тікелей жоғары емес, төмен қарай түсіру арқылы ғана күш түсіре аламыз, бірақ күштің шамасы өзгермейді. Яғни соған байланысты ұтыс та болмайды. Мысалы, біз 100 ньютон күшпен тартатын болсақ, біз қолымызға да 100 метр күш салатын боламыз. Ешқандай ұтыс жоқ. Жылжымайтын блокта, яғни ұтыс алуға болмайды.